Қуатты ұлттың діңгегі халық. Ең бастысы азаматтарымыздың денсаулығы мықты, білімі терең болу керек. Кәсібилік пен еңбекқорлық қоғамымызда ең жоғарғы орында тұру қажет. Тағы да қайталап айтамын, елімізде еңбекқор адам, кәсіби маман ең сыйлы адам болуға тиіс. Осындай азаматтар мемлекеттігімізді дамытады. Қасым-Жомарт Тоқаев, Қазақстан Республикасының президенті. Кәсібилік және еңбекқорлық қашанда сол ортаның мерейін үстем ете түсетін ақиқат. Бүгінде елімізде бір ауданның табысын онурап алатын шағын ауылдық округтер жетерлік. Бұл әрине сол еселі еңбек, өлшеусіз қызмет жетістігі. Сондай ауылдың бірі Алматы облысы, Талғар ауданындағы Бесағаш ауылы. Жылдық салық кірісі 1 миллиардтан асып жығылады. Мұндағы халық кәсіп пен нәсіп жолымен қатар, мәдениет пен спортты да биік ұстайды. Қарапайым жұмысшыдан қараша үшін нәтижелі іске асырар қызметке дейін көтерілу, табандылық пен жігер, өз туған жеріне деген сүйіспеншіліктен туады. Бесағаш ауылдық округінің әкімі де сондай қиында күрделі сатылардан өткен нағыз маман. Ернар Ниетбайұлы аталмыш ауыл әкімі қызметіне 2021 жылы кіріскен. Былтыр жалпы халық сайлауымен мұндағы елге қызметін жалғастыруға қайта таңдалды. Әрине, Алматыға жапсарлас орналасқан ауыл болғаннан кейін округте қордаланған мәселе өте көп. Тау етегіндегі ауылдық округтың жалпы әлеуеті мен жоспарларын, мәселелері мен шешімін тауып жатқан істерді тікелей әкімнің өзінен сұрап білдік. Ернар Ниетбайұлы, енді бүгінгі бағдарламамыздағы алғашқы сұрағымды өзіңіз осы әкімдік қызметте отырған Бесағаш ауылдық округі жайлы бастасақ, бүгінгі таңда неше мың халық тұрады? Мен 2021 жылы сайландым. Бірінші мәрте 4 жыл уақытым өтіп, биыл екінші сайысқа қатысып, екінші халықтың үндеуімен, халықтың сұранысы бойынша екінші сұраққа қалып отырмыз. Статистический данные бойынша перепись населениеден кейін 31.812 халық бар. Негізі нақтысы өзі қазір 63.800-ден асып жатыр. 63.800. Бүгінгі таңда қазір 158 2 подъездік 9-12 этажды ғимарат ЖК-ларымыз бар. Сол себептен тұрып жатқан, шоғырланып жүрген халық өте көп. Қазір мен 63.800 деп айтып жатқан себебімен каждый квартираға 2 адамнан деп есептеген кезде сондай халық саны шығып тұр. Енді жерде 5-тен бола ма, 6-тан бола ма, қалаға тиіп тұрғаннан кейін Бесағаш ауылдық округі бір жағымыздан Медеуский районы, екінші жағымыздан Түрксіб ауданы, үшінші жағы өзіміз, төртінші жағымыз Іле Алатау национальный парк шекараласқан. 60 мыңнан астам халық бар. Халық бар, иә. Енді өзіңіз екінші мәрте осы халықтың қалауымен сайландым деп жатырсыз ғой. Енді алғаш әкім болып келгендегі мәселелер қандай еді қордаланған? Және бүгінгі таңға дейін енді қандай мәселелер шешімін тапты, әлі алда тағы қандай мәселелер бар шешілетін? Бұдан енді бүткіл елге мәлім 40 жылдық үлкен ауыз су проблемасы болған. Оңтүстік жағында сол себептен кезінде экспертизаға Астанаға жіберілген проект болған, проект Юг деген. Ол өте алмай қалып, соның 6 себебі болды. Сол 6 себебін бәрін шешіп, қайтадан экспертизаға жетіп, қазір сол проект Юг Алланың бұйырса биыл 31 декабрь күні уже запускқа келеді. Кәдімгідей 32 мың халық ауыз сумен қамтамасыз етеді. 5 миллиард 250 мың республиканский бюджеттен бөлінген ақшамен жұмыстарын бәрі істеп жатыр, уже бір жылдан асып кетті. Биыл енді шешімін табады. Ол енді ең үлкендері. Бұлай кіші жұмыстардың өте көбісі болды. ЖК болғаннан кейін инженерно коммуникационный сеттері бар. Олардың бәрін атсалысып, көмектесіп, олардың бәрін реттеп қойдық. Қазір біз отырған мына жерде қазір арендный акимат қой негізі. Бірақ енді Бесағаштың осы жағында су жайлы проблем жоқ. 24/7 қысы жазы су бар. Тал кезінде Талғар су мекемесі болды. Қазір Алатау паблик деген областной централизованный водоснабжениеде отырмыз. Енді 5 миллиардтан астам қаржы бөлінді деп жатырсыз ғой. Бұл толықтай жете ме? Жоқ, мына проект бойынша өзі проект бойынша 5 миллиард 250 миллионға проект жасалынған. Соған атсалысып Астанадан Аскади деген компания келді. Қазір енді қаржы мәселесі кішкене қиындау болып жатыр. Олар қазіргі таңда 86% жұмысын бітіріп қойды.
бірақ ақшасын 50%-ында төлеген жоқпыз әлі. Енді ол ақиқат бар нәрсе. Енді төлейміз ғой, по-любому өкімет болғаннан кейін. Бірақ олар жаңағы үлкен мықты компания екен, өз қаражатына жасап жатыр қазір. 63 километр. Жаңағы бүткіл ауылдың көшесі, іштерімен каждый үй, каждый ғимараттың бәрін сумен қамтамасыз етуге ықпал етіп жатыр. Енді ауылішілік жолдардың жағдайы қалай? Тұрғындардың көңілі қаншалықты толымды? Енді тұрғындар мәселесіне келсек болады, ауыл өте үлкен. Бізде қазір 96 көше бар. Былтырдан бастап геймплан жаңадан разработка жасалды. Бізде 17 саяжай бар. Дача дейді ғой. Солардың бәрін черта населенный пунктқа кіргізіп, олардың бәрін қазір статус бергелі жатыр. Енді үлкен жұмыс сол болып тұр қазір бірге. Ол енді дачаның бәрін паналап үй қылдырып алған. Өзіміздің ағайын бауырлар ғой. Енді сол жағынан кішкене қиналып жатқан жерлеріміз бар. Олардың өздерінің жан айқайлары бар. Біреуге су жетпейді, біреуге газ жетпейді. Ол енді жұмыс істеп жатырмыз. Қалай болады екен бара-бара көріп жатамыз. Енді мына тұрғындар тарапынан көтерілетін тағы бір мәселе транспорт, иә? Қалаға қатынау. Ол мәселе қалай шешімін тапты? Транспортты мен 21 жыл келген бойда күрделі сұрақ болды. Қазір енді қаланың 50 шақырым қаланың қашықтығынан бүткіл қала УГМ дейді ғой, управление городской мобильности қолдарын алды. Сол енді халықпен араласып бірге нетіп жүріп 100-деген маршрут аштық бірінші. Иә. 100-дікпен маршрут ашты. Қазір одан кейін тағы да 3 маршрут қосылды. Транспорт жағынан проблем жоқ қазір. Енді жаңа саяжай тұрғындарының да мәселесін айта кеттіңіз ғой, бұл жерде жаңағы жер телімдері, иә, заңдастырылған ба, барлығы жоқ әлде ода да бір мәселе бар ма? Одан мәселе болғанда енді заңдастырылғандар көбісі заңдастырылған ғой. 90% заңдастырылған, бірақ енді ішінде неше түрлер бар енді. Бірақ қазір енді садоводческий товарищество мен ЛПХ-ға өту үшін бізде ИЖС берілмейді ауыл болғанда. Қалада ИЖС қой, индивидуальное жилищное строение. Бізде ЛПХ личное подсобное хозяйство бөлінеді. Соған өсу үшін қазір енді туындайын деп тұрған жағдай выкуп деген бар. Сельхозпотери. 6 сотық дачаларды санаған кезде где-то шамамен 700-800 мың теңге өкіметке төлеу керек. Соған кішкене наразылық көрсетіп жатқан халық бар. Тұрғындар тарапынан. Енді түсіндіру жұмыстарын жүріп жатырмыз, оны енді бәрлерін қабылдау қабілеттері әртүрлі болғандықтан біреу түсінеді, біреу түсінбейді. Қалталылар да бар, қалталы жаңағы сусын дегендер бар, өте көп дачада уязвимое население. Енді ол да бір жоғары жақтан басшыларымыздан бір бұйрық келер. Енді жаңағы халық өскеннен кейін ол жерде жаңағы мектеп мәселесі, балабақша мәселесі ол туындайды, иә? Бұл қалай шешімін табуда қаншалықты тапшылық бар? Тапшылық енді мына халық саны көбейген сайын тапшылық болады. Бізде қазір действующий бір гимназия мен 2 мектеп бар. Общий количество 4060 оқушы білім алуда. Бұл өте аз біздің ауылға. Частный мектеп 2 бар, 18 детский сад бар. Мемлекет тарапынан емес, бәрі частныйда. Енді балабақша жағынан қиыншылық сондай көріп жатқан ештеңкеміз жоқ. Негізі бәрі бар. Енді қалаға тиіп тұр, көбісі қаладан тасып балаларын оқытады. Өз басымда сол, мен Түзбасы ауылында тұрамын. 4 балам бар, 4-еуі де Алматыда оқиды. Бірақ дей тұрғанмен енді тұрғындардың ол жаңағы ақылы мектеп деп жатсыз ғой, балабақша ол қалтасына салмақ қой. Енді жаңағыдай мектептер ашылып жатса мемлекеттік, ол енді тұрғындар тарапынан бір қуанышты жағдай ғой. Бір жоспарда бар ма жаңағы мектеп салу? Бізде былтыр наурыз айының 25-інде геймпланымыз утверждение алды. 2 жыл геймплансыз болдық. 2010-ның геймпланымен жұмыс жасадық. Сол жаңа геймплан ішіне 6 мектеп, үшеуінің үстіне 6 мектеп геймпланға отырғызып қойдық. Енді ол жаңағы өзінің рабочий момент процедуралары бар. Выкуп, бұл біреудің меншігі крестьянский хозяйстволарға отырғызып қойдық. Мектепте 6 мектеп. Енді тұрғындар болғаннан кейін жаңағы қоқыс мәселесі, бір ол қалай шешімін тапты? Қоқыс мәселесі енді былай қарасаңыз, бәр адамдар в частном порядке компания өзгереді өте. Бізде қазір 5 ағашта көп халық шоғырланған болғанмен, осы жерде местный, осы жерде тұрғылықты адамдар 4812 адам туып өскен жер. Қалғандардың бәрі қазір кішкене бір Америка болып тұр ғой.
біздің Қазақстанның өз кеңшілігінің арқасында менталитеттеріміз әрбір облыста өзгеше. Көп адамдар квартираларын сатып Алматыдан таудың етегінде жер үйде тұрамыз деп көшіп келгендер бар. Олардың жаңағы көзқарастары бізбен сәйкес келмейді. ЛПХ деп түсіндіріп жатсасын, соның өзінде жаңағы көшеде мал жүреді, ит жүреді деген сияқты сұрақтар көп туындайды. Күніне құрып кеткенде 20-25 обращение, олардың бәрін жауап қайтарамыз. Жаңағы өтініш деген қазір вообще қиындау болып кетті. Үйде жатып диваннан жаза салады, мұнда келмейді ешкім. Осы сұрағымды қойғалы отыр едім. Жалпы тұрғындар тарапынан арыз-шағымдар көбіне қандай мәселеге түседі және де қалай қабылдауды жүргізесіз? Жаңағы сосын мына айтып өттіңіз ғой, ауылдық жер болғаннан кейін ит көп жүреді деп. Енді ол рас, ол қауіпті ғой, енді хайуанат болғаннан кейін ол қалай шешіледі сіздерде? Бізде шешіледі болған кезде бізде ветеринарный служба деген бар. Әр аптаның дүйсенбі күні, 5 ағаштың күнін дейді. Енді ол да былай қарасаңыз, итте жануар болғанмен ақылы бар, иісі бар, адамнан қабілеті көп. Ана мәшіне ауылға 20 ит жүрсе, ана мәшіне деген 1 километр жақындағанда иісін сезе ма, телешкісі бар. Аулап жатыр иттер. Аулап жатыр, Аулап жатыр. Бірақ қызық нәрсе, камераға түсіп қалған, бірақ мәшінесінің нөмірін таппадым. Қала жақтан келіп, өз жерде келіп 20-30 итті просто босатып 5 ағаш қалып келіп шығарып тастағаны бар. Қалалықтар. Медицина саласына тоқталайықшы. Ауылдағы жаңағы емхананың жай күйі қандай, заманауи технологиялармен қамтамасыз етілген ба? Біз енді бұрыннан келатқан, енді біздің ауылымыз 1965 жылы құрылған. 5 ағаш. Дзержинский деген, Луч Востока аттарын өзгертіп, жер телімі өте көп болған. Қазір мына отырған Халық Арена, Горный, Гигант, Ремизовканың шетіне дейін түгел Медеу, Көктөбенің бәрі бұрында талғар болған. Сол кезінде салынған ФАП болған бізде, жаңағы врачебный амбулатория. Сол нелерде пилотный проект А-класс медикал деген бізде центральный районный больницаны беріп тастады. Әр ауылдың амбулаториясын бәрін беріп тастағаннан, осыдан 22 жылдан бастап түгел капитальный ремонт жасап, жаңадан оборудование алып келіп, бәрі бар. Оған қарамастан бізде тағы да үлкен біздің амбулаториядан 10 есе үлкен ғимараттар салынып, промедикал деген бар центр. Өрде рентген, жаңағы МРТ бәрін жасайтын қалалық нелердің бәрі, құрал жабдықтардың бәрі бар. Ақылы түрде қызмет көрсете ме? Ақылы түрде. Бірақ тіркейді адамдарды. Енді мына Бесағаш ауылдық округінің біраз аумағы жаңағы Іле Алатау мемлекеттік табиғи ұлттық паркінің де аумағына кіреді. Енді ол таулы өлке ғой, былайша айтқан кезде. Бұл жерден де көптеген табиғи апаттар да мүмкін енді, Құдай сақтасын. Осы бір табиғи апаттардың алдын алуда, жаңағы тазалық, экологиялық мәселесі бар. Осы жағдайда қандай да бір шаралар қабылданған ба? Шаралар қабылданған кезде үкімет тарапымен протокольный поручениемен жұмыс жасаймыз. Әрбір ақпан айынан бастап бізге көктемде противоселевый нелер бар, мероприятиялар бар. Біз жаңағы мыңдаған мүшік, құм мүшекке қаптап, жинап қоятын қоймамыз бар. Жаңағы су алған кезде өзімізде бір өзен бар, Қотырбұлақ деген, Бесағаштың ішімен ағатын. Өзіміздің антипаводковый жаңағы 4 объектіміз бар. Соларды қар ерген кезде бақылап жүреміз. Ол бір, енді бірақ екінші мәселе бізде Бесағаш горный кластер. Ол бір жағынан жақсы, бір жағынан қолайсыздықтар бар. Ол жақсы себебі қар ерген кезде төмен ағып, төменде біздің бақ бар, Большой-Алматинский жаңа канал. Соған барады да, құйылады да, в общем, Алматыға аға береді. Енді ол табиғи жаңа искусственный болса да енді өзен ғой. Жаман жері күрт жылыған кезде қиыншылықтар бар. Көп көлем су, көшемен үйлерді алып кетеді. Сол себептен жаңағы мына ЧСП-пен бірге уже қаңтар айынан бастаймыз, ақпан айында түгелін тексеріп, іс-шаралар істейміз. Личный состав ол жерде ер адамдарымыз бәрі жолын талайын өткен, бәрлердің тәжірибелері бар. 3 мотопомпа бар бізде, жаңағы генератор, оның бәрін алып қойғанбыз. Оның бәрі келіп, кәдімгідей даже прокуратура районның келіп, соның бәрін тексереді. От алдырып, істей ма, істемей ма, жаңағы саны бар, сапасы жоқ деген сияқты болмау үшін ондайлардың бәрін етеміз. Халықтың бәрін, осы жерде тұрғылықты халық көшіп келіп, 1-2 жыл тұрып жатқандардың бәрі
мәліметтер қолдарында, брошюрка, листовка, жаңағы бүткіл интернет сайт, Инстаграм, WhatsApp. Мен өзім осы ауылдың 12 чатында бармын WhatsAppта. Кәдімгі 3000, 4000 халық бір чатта отырады. Хабарландыру айту оңайда бізге сол жағынан. Енді бұның алдын алуда жаңағы тұрғындарға бір қандай да бір түсіндірме жұмыстары. Оны қазір селезащита көктем сайын, күз сайын бәрілерін уведомление береді. Қазір жаңа айтып отқан Бурабай ықшам ауданы оползень опасный деп красный зонада тұр. Ол жердегі адамдар енді үйлерін сататындар сатып жатыр, бірақ енді көріп жүрген адамдар ол жерден үй алуға енді Білетін адамдар ол жерден жоламайды ғой былайша айтқанда. Сол себептен мен осы жерде 4 жыл әкім болып отырдым. Қазір 5-ші жылға кетті, 2-ші срок. Осы 4 жылдың ішінде маған 2 адам келді. Үлкен кісілер, қарт кісілер келіп, ақыл тоқтаған совет өкіметінде коммунист болған кісілер келіп, баламмын осындай жерді алайын деп жатыр едім. Ол жердің қандай жаңағы қиыншылықтары бар деп сұрап келген 2 адам келді. Қалғандар келмейді. Ойбай жер телімін көреді, сатып алады. Айдала 5 ағаштан бұрын 2 километр шақырым жер үй салады, заңсыз. Қазір бұрында адамдар үйлерін салып алып, сотпен заңдастырып, ол болды, қазір оның бәрі тоқтатылды. Сотпен заңдаспайды. Как положено, АПЗ, талон сұрайды, эскиз түгелін согласовать етіп, технадзормен салады. Сол себептен қазір енді кішкене баяу болып қалды. Бұрынғыдай застройка енді елдің бәрі 5 ағашқа тұрғысы келеді. Ең қымбат жер 5 ағашта қазір жер қалған жоқ. Өкімет тарапынан қазір сол соңғы депоның жері қалды. Өкімет тарапынан 143 мың халық очередьте тұр ана. Бізде қазір онлайн телефонмен тұра берді ғой қазір. Сонымен артып кетті. Бірақ 2002 жылдан бері бір жер берілмеген. Неге десе жоқ жер үкімет тарапынан. Осы жергілікті әкімшілік тарапынан жаңағы осы ауылдағы әлеуметтік осал топтағы көп балалы отбасыларға бір қандай да көмек көрсетіле ме? Көмек көрсетілген болған кезде қазір енді бізде бүгін таңда 96 таза жетім балалар бар. Ол енді 2021 жылы мен мойнымда деп есептеймін. Осы жердегі белсенді меценаттарымыз бар, кәсіпкерлер бар, мықтылар. Олардың бәрі уже біледі. Солардың киімі, формасы, жаңағы сөмкесі, құрал жабдықтар мектепке баратын қамтамасыз етеді. Жаңа жылда подарок береміз. Бұлай қазір 86 бізде АСП алғыш адамдар бар, алатындар жаңағы. Именно социально уязвимый слои населения деген сияқтылар. Оның саны одан көп болған, қазір енді құдайға тәуба азайып келеді. Енді жаңа айтып өттіңіз ғой бір, бұл жерде жаңа тойханалар көп шоғырланған деп, бұлар енді шағын және орта кәсіпкерлік бизнес деп айтсақ болады ғой енді. Қаншалықты жаңағы салық мәселесі енді осы жергілікті әкімшілікке түсе ме, қалай? Жергілікті әкімге түскен кезде налог комитетке ақша төлейді. Бізге келеді, бізде мен главный специалистім бар. Олардың жаңағы өзімізде 5 салық қой, акимат тарапынан жиналатын, жаңағы ИПН, жаңағы земельный налог на имущество деген сияқты транспорт. Солардан былтырғы жиналған ақша 1 миллиард 49 миллион. 1 миллиард? Бір жылдық? 5 ағаштың өзі ғана. Бұлай қарасаңыз біз донормыз. Енді ол любой ауылда олай шықпайды. 1 миллиардты, например, келген аудан шығара алмайды. Ауданы мен бізде 4-5 ағаштан жаңағындай салық жиналып отыр. Биылғы таңда қазір көтереді. Қазірге биылға план қойып болғаны 1 миллиард 78 мың. Сол 1 миллиард 100 мыңға шығамыз деп жоспарлап отырмыз. Енді жаңағы осы округтегі бейнебақылау камералары қаншалықты жеткілікті деп ойлайсыз? Жоқ, жоспарда бар ма әлде? Жоқ, жоспарда бар емес, бейнебақылау камераларын орнатып тастадық. Былтыр бастады, 24 ноябрінде бастады, биыл көктемге дейін бәрін қойып шықты. Қазір біздің ауылда 361 камера тұр, бейнебақылау. Қазір акиматтан шықсаңыз, оң жағында көресіз жаңағы. Халық виноград дейді ғой. Жүзім деп айтады. Жүзім деп айтады. Халық арасындағы атау. Солардың бәрі тұр. Енді біздің жаңағы полицияларға үлкен көмек. Осы жерде 5 ағашта полицейский участок болмаған, участковыйлардың бәрі мәшинеде отыратын. Былтыр ғимарат салып, кіргізіп бердік. Современный қазір участковый пункт бар. Ондай ғимарат 5 ағашта болмаған.
қазір мен салайын деп жатқан пожарный депоның қасында сол ғимарат тұр. Басынан аяғына дейін қадағалап, ИКС-ін бәрін көмектесіп, газ, светің, суын бәрін қамтамасыз етіп қойдық. Бір жағынан жаңағы участковый пункт, екінші жағы подселение мен двухкомнатный квартира өздеріне. Сол жерде кәдімгі участковый круглосуточно тұрады. Енді олардың қызметінен хабарыңыз бар екен. Енді осы округтегі жаңағы қылмыс саны қаншалықты жаңағы енді бұрындары жаңағы үй тонау ондайлар болды ғой енді. Иә, бүгінгі таңда ол қалай шешілді, жаңа қанша қылмыс саны артты ма, кеміді ма? Қылмыс саны енді халық көбейген сайын именно мына жилой комплекстерде көбейіп жатыр. Жер үйлерде оның шешімі бар негізі. Мен ана өздерінің нормаларын қарадым. 3000 халыққа бір участковый екен. 3000 халыққа? 3000 халыққа бір участковый. Менде қазір жүрген 5 адам. Оның біреу сотта болады, біреу жаңа ұстап алған қылмыскер талғарға апарады. Мына халыққа өте аз болып тұр. Яғни кадр тапшылығы бар, иә? Кадр тапшылығы. Менде қазір енді былай жаңағы мен 63 мың болатын болса, менде қазір 21 участковый болу керек қой. Иә. Негізі. Қазір өз 5-еуі жүреді, оның жаңағы өздерінің нелер болады. Енді ол сұрақпен сөйлескенбіз. Аудан басшылары жаңағы именно ровын. Енді олардың өздерінің ішіндегі ол жағын кухняларын мен түсініп білмеймін. Өздері енді олар силовиктар ғой. Бірақ бәрі біледі, бәрі түсінеді. Раскрываемыз жақсы бізде, участковыйлардың жақсы, өте белсенді, атағы шығып кеткен, кәдімгі орын алып жүрген жігіттер. Старший участковый подполковник, Бесағашта, қалғандардың бәрі майорлар. Жұмыс істеп жатыр, жас балалар да бар, үлгермейді. Біз жақтан көмек всегда нетеміз. Біз ана 15 адамнан көп шоғырланған жерлеріне протокол бойынша мен участковый етіп баруым керек. Енді жаңағыдай неше түрлі бәле болып қалмасын деп. Сол кезде звондап нетеміз, постоянно связьдамыз, 24/7. Сол жерде болмай қалады балалар. Біреу сотқа кетті, біреу жаңағы біреу келіп жатыр. Жаңағы посттарда тұрады, дежурстволар бар, ЦРБ-да, Центральный районный больницада дежурстволар бар. Енді осы күнге дейін осылай келдік, әйтеуір енді отыратын жері бар, барып қамайтын жерлер де бар өзіміздің ауылдың ішінде. Бұрында оның бәрі болмаған. Иә. Енді ол жағынан жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жүргізіліп жатыр. Мына қазір көп шоғырланған 9-12 этажды үйлердің қастарынан сол застройщиктермен сөйлесіп жатырмыз, хотя бы екінші пост. Иә. Сол жерге енді қылмыстың бәрі халық көп болған жерде болады ғой жаңағы. Шындықтар шет, неше түрлі төбелес болады. Сол жерден сөйлесіп жатырмыз, застройщиктен оңтайлы болып шешіп беретін сияқты ғой. Иә. Қазір енді үлкен атағы шығып кеткен жаңағы нелер. Тәжірибелі мамандар дейсіз ғой. BI Group жаңағы енді атамдар шығып кеткен нелер ғой жаңағы застройщик, строительный компаниялар. Time Group деген бар, бізде Хаят деген жаңағы. Сосын кейін Бута деген бар, Бута Flying, Бута жаңағы Life деген сияқтылар. Солармен енді сөйлесіп жатырмыз. Аллам бұйырса, может сол именно сол районда шағым сол жақтан көп түседі. Сол жақтан. Бізден Алматау деген комплекс бар, ЖК-да. Коридорного типа. Подъездер бар, бірақ подъездге кіресің, общий коридор ғой, мектеп сияқты. И былай кеткен квартиралар. Олар ана балалар велосипед тебеді, соң үйге кіргізбей коридорда қояды. Жаңағы скейтбордтарын. Солар өшім көршілер лаймайды, постоянно зайрен сол жақта. Ұрлық, иә, көбінесе. Ұрлық бар, иә. Одан кейін жаңалық бізде мына қазір сіздер келген күре жол бар ғой, Алматы Талғар. Соны мен Тұзды Бастаудың светофорына дейін УГМ-ға беріп тастадық. Управление городской мобильности. Қазір енді қарап жүрсеңіздер, 02 деген полицейскийлер мәселелер жүр. Содан кейін қазір экспертиза жатыр. Біз тығыз қарым-қатынастамыз УГМ-мен. Экспертиза жатыр, расширение трассы 6 полосаға. Мына Аллам бұйырса, қазір осы ноябрьдің аяғында экспертизаның астанан шығады. Көктем айында мына жерде расширение трассы болады 6 полосаға. Қазір существующий 4-еу, екі жағынан велосипедный дорожка, тротуар, солар түседі. Мына қазір енді бітіріп тастады, көрсеңіздер, Бухтарминский трасса қазір, ресторандар. Вот әдемі уже освещениесін де бітірді. Біз атсалып камера бәрі орнатып отыр. Енді ауылдық округтегі мәдени бағыттағы жұмыстарға тоқталсақ. Мәдениет нысандары, спорт нысандары. 21 жыл осында келген кезде, осы жердегі бұрындағы келатқан совхоз, колхоз кезіндегі салынған мәдениет үйі болған. Соған күрделі ремонт жасап,
мердігерлер сол кезде өртеніп кетті ол здание бітейін деп жатқан кезде монитор. Соны жасап шығардық. Біздің үлкен басшымыз Марат Үлесевич Сұлтанғазиевке өзге ашқан дом культуры қазір салып тұр. Біздің арендный акиматтан сол жаққа көшуіміз керек болатын осыдан 2 жыл бұрын. Сол кезде облыс бөлініп, жетісу бөлек кетті. Біз өзіміз Алматы облысы болып қалған кезде біздегі недегі филармонияны отыратын орын таппады. Қонайыпты. Сол себептен мынау жаңа ғимарат деп филармонияны көшіріп алып келді осында. Қазір 80 адамдай бүткіл костюмнелерін бәрін сол жерде отыр. Қазір енді олардың тараптан келгендерін өте пайда көп болды, қанша концерт қойдық. Халықтар келеді, енді келетіндер в основном жастар келмейді. Олар енді басқа музыка тыңдайды ғой. В основном келетін сол біз қатарлы, бізден үлкендер ғой. Спорт нысаны бізде бірақ не бар, частный мектеп АКНМ-де, тэквондо. Атағы шығып кеткен, әлемге шыққан тэквондистер бізден 5 ағаштан шыққандар бар. Арман Ашимов дегендер жаңағы өзіміздің мемлекетіміздің батыры ғой. Ол да жерде сол залда тренироваться етеді. Осы біздің ауылдың тұрғыны, Қамшыбек деген бар, чемпион мира бокстан. Ол жаңағы біздің енді мақтанышымыз ғой. Қай жерде болса да. Содан кейін осы көшенің бойында, Айманов көшесінде частный бір квартал жер бар. Ол да ЛПХ деп қойған. Сонымен геймпланға ФОК деп отырғызып қойдым. Оның выкупын жасап, инвесторлерім жүр, қасымда 2 адам жүр, салып береміз. Кәдімгідей плавательный бассейн, борцовский, боксерский зал бар, атлетика нелермен кәдімгідей. Ол жерде 1-2 гектар жер. Тур орталықта, ауылда. Басқа енді ондай ғимарат салу үшін бәріне үйлерін выкупать ету жер қалмады 5 ағашта. Енді жаңағы қылмыстың алдын алу үшін енді тұрғындардың мәдениетін көтеру ғой енді. Мәдениет көтерілген жерде ол жақсы болады ғой енді мәдениет қанша айтқанмен. Сонымен қатар жаңағы жастардың бос сенделіп уақытын өткізбеу үшін жаңағы спорт нысандары, ФОК өзіңіз айтпақшы. Ол да бір жақсы нәрсе ғой енді тұрғындар үшін. Тәрбиелеп нелерді өтіп жатырмын. Өзім спортшымын, кандидат мастер спорта. Кезінде жас кезімізде неттік, қазір енді 50-ден асып кеттік қой. Сол халық өте белсенді, бірақ қиыншылық жан-жақтан келіп жатыр бізде. Ақтөбенің адамдары да бар, Атырау, Ақтау, Жезқазған, Маңғышлақ, мына жерде деген қазір Америка сияқты болып кетті. Америка деген ұлт жоқ қой. 5 ағаш тура Америка болып кетті. Қазір неше түрлі Қарақалпақстандан қандастарымыз бар, оралман өте көп. Сол себептен олардың менталитеті ана жақтан алған тәлім тәрбиелері мына жақпен сәйкес болмайды. Содан кейін өте этнокультура өте көп бізде. Түріктеріміз бар, ұйғырларымыз бар, күрттеріміз бар, орыстарымыз, поляк, неміс. Олардың бәрлерінде жаңа кімдермен тығыз қарым-қатынас, ақсақалдар алқасына қосып қойған. Ол жағынан жаңа ең жаман бізде тәртіп бұзушылық межетінес қой жаңа. Қазақ біреумен төбелесіп қалса, ойбай. Ұлтаралық жаңа. Қазақ пен қазақ төбелессе нормально, оның бәрін шеше саласына мына басқа болған кезде қиыншылықтар туындайды, бірақ солардың жаңа жігіт басшылары болады, этноның басшылары. Солардың үлкен кісілер, ақыл тоқтаған үлкен ағаларымыз, солардың бәрлерімен тығыз қарым-қатынасып өз халқын өзі ұстайды. Сондай ішкі жаңағы өзіміздің іште бір саяси жүйе қалыптасқан. Одан кейін жаңағы жігіт басшы, жаңағы азулы жігіттер бар. Мықты ауылда халық сөзін тыңдайтын. Мектеп директорлермен де жаңағы бәрі школдардың бәрі смешанный ішінде. Ұйғыр да бар, орыс та бар, түркі де бар, жаңағы күрттер. Основной енді жаңағы титульный нация болған қазақтар көбірек қой, қалай болса да. Бірақ солармен жаңағы директор енді балалар болғаннан кейін төбелесіп қалады, ондайлар болады. Солардың бәріміз қатысамыз, өзіміз міндетті түрде. Жақсы.